Бәріне сәлем. Алдында сабақты жалғастырамыз. Бүгін біз көзді ашып жұмсақ, салмарға кетсек, сол кезде көзімізден андай бір искра сияқты заттар шыққанын не істейміз, бүгін істейміз. Ең алдымен бізге материал дайындау керек. Paintқа кіріп, создать еткен кезде мына ширинамен қылып, осыған волшебный палочканы жасап, тағы да екінші материал, біреу сол көзге, біреу оң көзге, осылай екеуін дайындап, және кез келген текст, кез келген сурет қойып, соны пнг ретінде сохранить ету керек. Менде ол материалдар уже дайын. Біреу оң көзге, біреу сол көзге L деген жазу жазамыз. Кейін Spark ашқан кезде бізге Face Tracker керек. Face Tracker'ға біз 0 object қосамыз. 0 objectқа біз кейін Particle System деген нәрсе қосамыз. Так, Particle System ішінде біз басына түсірсек, Materials деген жерге плюсик басқан кезде бізден материал шығады. Осы материалға біз дайындаған бірінші сол көзден бастайық. Дайындалған нені қосамыз, текстураны. Кейін біз Edit Properties деген жерде Compression дегенді 100-ге көбейтейік. Өйткені біздің ол нәрсе не үшін керек? Біздің материалдардың бәрінің несін, качествосын өте жоғалтпау үшін. Потом тип наложения дегенде flat жасап, альфа деген жерде add деп, и мына жақта use that test деген галочка түсеміз. Егер біздің жазуымыз қара болса, бізде альфа тұра берсін. Егер біздің жазуымыз кішкене басқа түстер болса, желательно add қосамыз. Кейін біз осыны жасап болғаннан кейін бізге мына emitters деген жерге кіріп, tip point space world тұра берсін. Speed кішкене 0-8-ге қойып, z деген жерді 90 қойып, мына жақта угол распыленияны кішкене 45 градусқа қойып, lifespan деген бәрі қойып, и так біз көрейік. Бізде мынау, егер бізге мысалы размерін кішірейту керек болса, біз мына жақта 0 қосып, кішкене 5-ке қойсақ қалай болады? Более-менее кішкентай болады. Мына жақта размермен өзгертсек болады. Так, біз біреуін жасадық. Біреуін жасағаннан кейін біз бұны дублировать етіп, осыны копияларын жасасақ болады. Так, бұны біз L левый глаз 1, 2, 3. Енді бізге осыған мынадай нәрсе жасау керек. Patch жасау керек. Create patch дейміз. Сол кезде осында бізде астында мынандай схема сияқты шығады. Осы жерінен face деген жерін бүйтіп алған кезде бізге eyelid деген жер керек. Eyelid деген ол веки деген сөз. Осы біз веки, біздің керек частицаларымыз веки жақтан, көз жақтан шығу керек. Позиция деген жерін басамыз. Өзінде мындай 3 позиция, әрқайсының позициялары шығады. Кейін бізге біреуі сырт жақтан, біреуі жоғары жақтан шықса, кейін көрейік бізде. Көріп тұрғанымыздай, мысалы, көз жақтан шығып отыр. Так,
енді қиналмаймыз, біз тура соны несін копиясын жасаймыз. мынаны біз кішкене өзімізге ыңғайлы болсын деп мынаны біз оған енді тағы бір екінші материал материал істеген болсамыз, мына материалға біз тура сол алдындағыдай тип наложение flat выбор файлды оң жақты аламыз. R2 мына жақта альфаны add is деп тастап мынаны алып тастаймыз. Кейін бізге мынау R деген жердің imagers'дің бәріне материалға R1 қойып шығу керек. Кейін мынау R emitter деген 90 градустың бәрін минус алдарына минусты алып тастау керек. Видеоны қарасақ, ол оң жаққа қарай кетіп отыр. Кейін бізге осы оң көздің позициясын не істеу керек? Дұрыстау керек. R1, R2 позиция деген жерге бассақ, позициялар шығады. Тура сол сияқты біреу outside болады. Upper island center. Так. Мен көрейік. Все, бізде енді оң көзден шығып жатыр. Енді бізге мынаны нәрсе керек. Маркани деген маркать етсек, сол өшіріп қосатындай қылуымыз керекпіз. Switch. Кейін patch керек. Кейін осыдан тағы да if then else деген patch қоссақ, соны екеу керек. Оң көзге бір сол көзге. Кейін бізге мына нәрсе қараңдар. L бірінші сол көзден бастасақ, emitters үшеуін таңдап, именно base rate деген жерге бассақ, біз бұның несін рождаемость дейді, типа көзден былай шыққанын контролировать етеміз. Мына бәрін base rate деген қосып, мына жаққа 20 дейміз. Кейін тура сол сияқты R оң көздің base rate деген жерден басып тағы да. Біз мысалы мына жақта base rate 20 деп тұр ма, біз 20 дейміз. Егер бір басқа санға өзгертіп не істейтін болсақ, соны мына жаққа соны жазамыз. Қалған сан емес. Болады оны. Кейін қосып болғаннан кейін бізге мына жаққа тағы да бір patch керек. Belay деген. Біз мына link дегенді flip'тен емес, turn on деген жерге қоямыз да. Мынаны қосып, мына жақта 0.8 дейміз. Ол не деген сөз? Мысалы біз көзіміз маркать етеміз, ол қосылады. Кейін бірақ 0.8 секундтан кейін қайтып ол отмену жасайды. Ол қазір қалай? Ол қазір примерно былай болады. Қараңдар. Қосылды, 0.8 секундтан кейін қайтып өшті. Көзін маркать етті, қосылды, 0.8 кейін қайтып жоқ кетті.
осылай біз осындай қызық инстаграм маска жасадық. Егер біз оны қалай телефонда көргіңіз келсе тест он девайс жазсаңыз инстаграмға жібереміз. Немесе егер публикация жіберетін болсақ мына паблиш деген нәрсені басамыз. Кейін ол публикация жасайды. Бәріне үлкен рахмет. Осы практикаға түсетіндер келесі шығарылым